Сәлем достар, бәрің енді байдың тойларындай мөлдір мұқан құсап бриллиант тарата алмайсыңдар ғой енді. Бриллиант ешкім тарата алмайды ғой. Бар адам солай істейді. Ресторанның ең қымбатын адам басына 30 мың, 35 болсын сондайға істейді. Бар себебі. Оның қасындағы достарының бәрінде бар. Біздікі не? 10 мыңды дірілдеп әкелетін. Қарапайым халық бәрін соны кесе-песе көрпелерін бәрін алып отырған шапандарды алып қарапайым халық қой. Оның ішіне ең арзан ресторан істейміз. Ол барады да жаңағыдай сені басына қайдағы жоқ свеклу салатын қояды. Свеклу салатын түсінбейді, соны кім жейді білмейді. Шаршаған жоқсыңдар ма? Ресторанның есіктері қалай сондай желінбейтін сағаттар істей бересіңдер, түсінбеймін мен. Қазір деген аяушылық деген жоқ қой достар. Солай емес пе? Шашыласың. Тойға шашылайық дейсіңдер. Енді шашылғанда тойдан кейін не жейсің? Тойдан кейін де өмір жоқ па не? Өлтіресіңдер сендер. Маған тіркеліп лайк басыңыздар.